Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен Айна ханым каналы. Сиқырлы айна дегенді айна деп ауыстырдым, себебі көптеген адамдар сиқыр дегенді жақсы көресіз бе, неге сиқыр деп жазыңыздар депсіздер, сондықтан жарайды деп сиқыр деген сөзді алып тастадым. Бұл туралы жақсы ойланбаған екен, мен үшін ой салған, маған осындай ат ұсынған, маған комментарий жазған көрерменге сізге алғысым шексіз. Алла сізге риза болсын дегім келеді. Сонымен бүгін мен сіздерге айтайын деп отырған тақырып, мен 16-17 жылдан бері өзім ізденіп жүріп осы жауабын тапқан сұрақ, осы сұрағымның жауабын тапқан болатынмын. Содан өзіме бір жылдай практика жасап, бұның осы жалпы өмірде қалай жұмыс істейді екен дегенді өміріме керектеніп көргенмін. Сол жеткілікті дәрежеде менен өте үлкен оң нәтижелерін бергеннен кейін осыны мен сіздерге ұсынып отырмын. Жалпы кез келген адам, 1000 адам болса, осы 1000 адамның басында осы проблема бар деп ойлаймын. Осы проблеманың шешімін шешудің осы ең оңай төте жолы, осы сұрақтың, осы жауаптың болғандығы. Жалпы осы нәрсені біз білетін болсақ, осы нәрсе біздің көптеген запростарымызды шешеді деп ойлаймын. Сондықтан мен осы нәрсені айтқанша сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, маған подписаться етіп, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерден кішкентай ғана өтінішім. Ал енді бұл тапқан жауабын сіздерге де өте үлкен пайдасын береді деген ойдамын. Жалпы бұл 1000 адам болса, сол 1000 адамның басындағы бар сұрақ 1000 адамның проблемасы деп ойлаймын. Жалпы адамдар арасында біз қарым-қатынаста біз көптеген тоқырауларға ұшырап, бір-бірімізбен тіпті жақсы достардың ортасында қарым-қатынас жасаған кезде де бір кездері, бір белгілі уақыттар өткеннен кейін біз бір неге тіреліп қалып жатамыз, келіспеушілігіміз болып жатады, ойымызда бір күдіктер пайда болып жатады. Бір 2 жыл, 1 жыл, 7 ай, 8 ай адамдармен араласқаннан кейін міндетті түрде бізде бір кеткілді мәселелер туындай бастайды. То ананың нашар жағын көріп қаламыз, немесе ол бір минусын көріп қаласың, немесе бір оның ұнамайтын жерін көріп қаласың, не біреу сенің артыңнан сөз айтып жібереді, немесе сен айтып жібересің. Сондықтан сол мәселелерден болып орталарға салқындық түсіп, сызат түсе бастайды. Осының ең осындай сызат түсірмеудің, өз көңіл күйіңді түсірмеудің, өзіңнің көңілің адамдардан қалмаудың мықты бір жолы бұл Алланы ортаға салу екен. Алла разылығы үшін деп. Кез келген дүние жасаған кезде Алланың разылығы үшін деп Аллаға тапсырып үйренсеңіз, сіз ешқашан одан көңіліңіз қалмайтын болады, адамдарға ренжімейтін боласыз, және ешқашан оның өтеуін күтпейтін боласыз. Керемет екен, енді одан результаттар өте керемет. Сондықтан сіздер де осылай жасап көріңіздер, өмірлеріңізге керектеніңіздер. Мысалы, біз бір кездері менде мынандай нәрсе болған. Біздің үйге қонақ өте көп келетін, сондықтан өте көп қонақ келгеннен мен шаршап кеткен расымды айтайын. Жаңадан бас көтеріп жатқан уақытымызда бала шағамыз кішкентай, өзіміздің жұмысымыз жүрмей жатқан, бір бизнесімізді жаңадан қолға алып жатқанда, кісінің үстіне кісі, адамның үстіне адам ылғи да мен сол бір недерден шаршағандығымнан шағымданатынмын. Бірақ оның астындағы үлкен хайырлы іс екенін, үлкен осындай берекенің бар екендігін бір кездері мен түсінбегем. Оказывается, әрбір нәрсені бергенде оның артында, егер сен адам баласы Алла разылығы үшін мен мына кісілерді күтемін. Алланың разылығы үшін мен мынандай жақсылық жасаймын. Алланың разылығы үшін сен кішкене шыдашы, Алланың разылығы тұр осы жерде дейтін болсақ, ол нәрседен ешқандай біз проблема көрмейді екенбіз. Ал Алланың разылығын ұмытып кеткен кезде ортаға шы түседі да, түсесіздер енді. Неше түрлі ойыңызға ой сала береді, содан кешке дейін сен осыны күтіп отырасың ба, қаншама жұмысың қалды, арқаңда анау-мынау деген қорқыныштар бере бастайды. Қорқыныштардан кейін адамның жүрегі атқақтайды. Жүрек тыныштық таппағаннан кейін адам уже депрессияға ұшырайды. Депрессияда жүрген адамда немене Аллаға тапсыру, немесе қандай қуанышты нәрселер көре алмайды ештеңкені.
жүректің тыныштығы кетті деген сөз берекең қашады. Ал берекең қай уақытта кіреді? Оның иесі оған спокойствие сыйлағанда. Оның иесі кім? Әрине Алла. Әрбір жүректің иесі Алла. Егер сіз соны иесіне тапсырып, Алланың разылығы үшін дедіңіз ба, сіз осыдан өте үлкен нығметтер, өте үлкен пайда көретін боласыз. Сондықтан деградацияға да ұшырамайсыз, күйіп деп спайсыз, өйткені өзіңізде бір үлкен күш пайда болады, рухани күш пайда болады. Қандай шаршап отырыңыз, қандай ештеңеге үлгермей жатыңыз, сіздің миыңызға сап ете қалды ма? Алланың разылығы үшін. Алланың разылығы үшін жасаймын. Аллахым, Аллам, жаратушы ем, бұның барлығын сенің разылығың үшін жасаймын деңізші. Сізге алапат күш пайда болады. Содан шаршамайтын да боласыз, ешкімге ренжімейтін де боласыз. Ешкімге ренжімегеннен кейін, өкпе реніш болмағаннан кейін адамда өте бір кең, сондай жүрегің тыныш, рухани әлеміңде бір кеңдік пайда болып, өзі бір сабырлы, сабаз күйге түсе бастайды екенсің. Сондықтан не жасасаңыз да, не істесеңіз де, сізге адамдар не істесе де, Алланың разылығын қойыңыз. Алла разы болсын. Алланың разылығы үшін дегенді қойыңызшы. Керемет болады. Қайсы ситуацияда да. Біздің қателесетін жеріміз осы. Біз келін болып түсеміз, келін болып түскеннен кейін, бір жерге барғаннан кейін біз не істейміз? Біз күйеуіміз үшін деп жасаймыз. Көбіміз айтамыз ғой. Ойбай, Алланы айтамыз деуіңіз мүмкін. Сіздің санаңызда, тіліңізбен, жүрегіңізбен айтпайсыз. Біз не істейміз? Ана кісілерден ұят болмасын. Құдалар кештірген құдалардан ұят болмасын. Ойбай, ондай үлкен кісілерге жатыр, сол кісілерден ұят болмасын деп. Біз сонда адамның, пенденің төңірегінде ғана нәрсе істейміз. Пенденің деңгейінде ғана дүние жасаймыз. Ал адамның деңгейінде жасау деген енді өте төмен нәрсе екен. Содан барып, ол иесі бар ғой, жүректің иесі Алла Тағала сізге айтады екен, не істеп жатсың сен деген сияқты. Осы жерден адамға сынақ түседі. Сол сынақтар сигнал. Сен қателесіп бара жатсың. Қайт деген. Оны уақытында түсініп, егер уақытында осындай дұрыс қадамдар жасайтын болсақ, ешқандай сізде депрессия да болмайды, құлау да болмайды, құлазу да болмайды, жалғызсырау да болмайды, адамдардан көңіл қалу да болмайды, біреуге ренжу де болмайды, біреуден бірдеңе күту де болмайды. Өйткені сіз адамдардан күтпейсіз, тек Алладан. Ал Алладан күтсеңіз, Алланың берері. Керемет, сөз жоқ. Сіздің аяқ астынан жолыңыз ашылып келеді, бітпей жатқан ісіңіз бітіп кетеді. Кездесейін деп ойлаған адамыңыз сол моментте алдыңыздан шығады. Істейінші, осындай бірдеңені қолға алу керек еді деп бүгін ойлансаңыз, ертең уже аяқ астынан соның жолдары өзі табылып, өз-өзімен шешіліп отырады. Сондықтан не жасаңыз да, не істесеңіз де ортаға Алла разылығы үшін дегенді қойыңыз. Соны бизнеспен емес, тілмен ғана, немен ғана емес, жаңағы мақсат болмау керек. Мұндай сөз бар ғой, мұсылманның амалынан ниеті қайырлы деген. Ниетте шын жүрегіңізбен Алланың разылықшылығы болу керек. Ол мен айтты екен деп, жаңағы ойбай, оказывается, былай екен ғой деп, бер жақпен ғана істеу болмайды. Ниет. Сондықтан әрбір нәрсеге, кез келген істі бастарда ниетті Алланың разылығына туралап қойыңыз. Сол кезде бәрісіңіз, иншалла, Алланың қалауымен оңынан болады. Істеріңізге Алла береке берсін. Сүйіп тыңдағандарыңызға рахмет.